Мен бастаймын, өзім бастаймын. Кез келген ағамен тіл табыс міндет мақтан аламын. Антон өзі суретші, ағаймен тәртіп тоқшы. Бұлған қарап жүрші. Мен оқытымын. Бұлған тоқшымыз. Келесі. Мен осы көп оқушымын. Жарайсың. Мен сабағымды еске оқитын Біздің оқушымыз мөлдір. Мен әдемі оқушымын. Біздің әдемі оқушымыз. Осындай керек оқушылармен ашық сұрағымызды бастаймыз. Сіздерге сәтті отыра қойыңыздар. Енді нүктемен байланысты болуы мүмкін. Бірнеше нүктемен байланысты болуы мүмкін. Суретке қарасақ, біз тек қана бір нүктеге қарай аламыз. Ал енді мында қарайықшы. Оның бірнеше орталығы болады деп айтып тұрмын, иә? Біреу болуы мүмкін, бірнеше болуы мүмкін. Мына жерде ше. Мына жерде екінші орталық не? Сосын бұған сол орталыққа бағыттайтын бағыттаушы сызықтар болады. Мысалы, киіз үйге бағытталды, ол қазақ халқының ұлттық жаңағы баспанасы болса да, көшпенді халықтың төрт орта бар. Жаңа композициялық төрт орталық бар, төрт нүкте арқылы қарай. Сен қабырда қарасаң, оның не екенін көрмейсің. Сен міндетті түрде мына төрт ғимаратты қарап отырасың да, сол төрт орталықтың ортаға тартылған мына жерде композициялық орталық. Төрт орталық. Жаңағы біреуі бар, бірнешеуі бар, да? Сосын спираль тәрізді да келеді. Жаңағы бетімен жатады. Міне гүлдің жаңағы негізгі нүктесі осы болса, спираль тәрізді кетіп жатыр гүл, да? Әрбір. Қамал, да? Ол ең негізгі басты орталық сол. Екінші орталығы бар еді. Да? Екінші орталық. Оған сен қарамайсың, мынаны қарап тұрсың да, сен көзіңде мұнда бәрі екінші орталық саған үшбұрыштың ішіне орналастырған аңында ритм қозғалып жатыр мына жерде, да? Қарап қалып бірішті. Баланс сақталып тұр, да? Екі жағына да. Мұнда үшбұрышты, төртбұрышты, үшбұрыш болып керек. А мына жерде де солай, иә? Оның қате деген бұл жауабыңа келсем, екінші қатені көрсет. Жоқ. Мынауыңа келсем, мынаны тауып тұрсың. Мен мұны екеуі бар. Осы екеуін ұстапшы. Дұрыс тапқан. Иә? Альбом түріндегі формат қормайтын бар. Сонда ол қате екен, да? Біз әрі кетіп жатқан заттар жоқ қой қосымша, иә? Тек қана қалайды жаңа айтқан кім арайлымен бізден мөлдір дұрыс жауап беріп отыр. Мына кітап түріндегі форматқа орындайсың. Книжный формат дейміз ғой мөлдір. Сенің жауабың арайлы жауабы дұрыс. Оң жағынан түсіреміз, да? Оң жағынан түсіріп аламыз. Енді сол жағынан да түсу мүмкін. Бірақ дейтін суретшілерге көбінесе сол оң жағынан түскен ыңғайлы сияқты болып көрінеді, да? Сосын оған екінші беті міндетті түрде уже көлеңке жағы болады, да? Соларды уже сол заңдылықтарды сақтай отырып, натюрморттың орналасуына байланысты тікбұрышты, мынау дейтін алтын қиылысу деп айтады, вертикальный және горизонтальный сызықтардың қиылысу арқылы жатқан негізгі үлкен, бізде ең үлкен форма ар жағында тұрған құмыра болса, одан кейінгі горизонтальный композиция пространство әртүрлі ішіндегі заттар берілді. Соған байланысты композиция пространство қойыңыздар. Әртүрлі пространство кімдікі әдемі деп ойлайсыздар, соны қалдырасыздар да, сосын ритм тақырыбында ол. Сол сияқты, мысалы, сіз жаңа мен қысқа айтып жатырмын, да? Негізгі идея сол қысқы мезгілді көрсету. Қысқы мезгілді көрсету үшін сол кездің ауа райының жаңа характер дейді ғой, мінездемесін беруіміз керек. Ол салқын түсті аламыз, иә? Ол жерде түстерде жұмыс жасайды, тек қана сурет үлкен болып тұр, да? Әрекеттер жеткізуге жауап беретін негізгі тұлға. Шығармадағы әрекеттерді жеткізу үшін шығармадағы әрекеттерді жеткізу үшін бізге не қарсы қарағаш деген сияқты. Енді тондық контраст деген бар. Тондық контраст ол бір түстің жаңағы қоюдан ашыққа қарай сұйылуы. Мысалы, бардо жаңағы ерекшелік айтып тұрған бұл жерде. Иә, контрасттығы жаңағы жарығы мен көлеңкесінің ерекше, ол дейтін түстердің ерекшелігі бар. Мысалы, мұнда жаңағы қою түстер бар, ашық түстер бар. Сонымен портрет ерекшеленіпті, да? Ценностьте көп адамдар, қолдаушылар,
соның бәрін кірістіремедің сюжетке жақсы. Ол сен сюжет композиция орталық болмаса, сен көзің түспейді оған. Бірден көзіңді тартады, сен көзің түсті, сол суретке мысалы қарап қана мына түсті ма? Мына мысалы мында. Жаңағы бір мерзімдік элементтердің көрінісін не деп айтамыз? Мерзімдік деп уже аты айтып тұр ғой. Мерзімдік болса, жоқ дұрыс болсын үшін. Жалпы шығармашылық бағытты көп кездеседі. Ритм өлшем, бағана айтып кеттім да, ритм не бағыт, өлшем деген, енді қазақша өлшем ғой, кітап түріндегі да, сен жауындарында қабылдайсың. Мантур сенсі? Альбом не қабылдайсың да? Альбом ғана. Ішіндегі заттардың ішіне қара. Пішіміне қара. Жақсы, сен жауабын қабылдаймын. Енді біздің жаңа айтып жатырған композициялық үйлесімді бүкіл тек қана суретшілер емес, фотографтар, дизайнерлер тақырыбындағы бұл жердегі мысалы батырдың бет әлпетіндегі соғысты беретін суықтықты соны акцент беріп жатамыз да, мысалы қалам, түйіп, жаңағы сүспен бер. Сен есті біз жауабың дұрыс. Сосын қара, мында қара. Мында қара, мында қара. Қалған үшеуі бағыттаушы сызықпен осы күйге келіп қосылып жатыр, иә? Сонда бұл жерде дейтін біреу, екеу мысалы да, үш орталық бәріміздің қаншалықты көлеңке беру керек, онысын жаңағы релеп анық болып көріну үшін де соның бәрін білуіміз керек. Оны білу үшін бізге дейтін осы кейде композициялық білім қажет, иә? Енді пайдаланады композициялық үйлесімдікті да, олардың жаңа әндері үйлесіп тұру керек, байланысып жүрген бірі музыкада, мысалы музыкада бөлек композиция. Мұнда жаңағы айтқан ана жаңа аттылы, атпен жүрген баладай, ана детализация деген жаңа айтып жатырмын ғана, айналдырадағы сол орталыққа келетін, бағытталатын, қате болып кетпесін, бір жаққа жағында кетпесін, бір жағынан алыста кетпесін. Наңғылық тақтамызда жаңа айтып. Үшеуіңді келісіп әліңдер. Осы әдеймін бе? Әлде мынау әдеймін бе? Қорғай қол бұлқанар, өзің қорғай. Мендер өші сенде композиция үш бұрышты етіп алдың, да? Үш бұрышты сызық бағытын айтыпты. Үш бұрышты етіп алған. Әдемі ма, қыздар? Үйлестірген ба? Қабылдаймыз ба? Өздерің келісіп істедіңдер ғой, да? Келіспей отқашқым жоқ, үштеріңде. Үшеуін келісіп жасадыңыздар ғой, да? Гүлетіп құстырдым. Құрастырдың, иә. Гүлге де күнге де ұқсастырып алдың, да? Жақсы, қабылдайық. Енді қараш. Композициялық орталық дұрыс орнын толып тұр ма мына қағазда? Бір жағынан сәлмен әкеліп қалып тұрған жоқ па? Ортада жатыр ма? Иә. Тұрма қыздар? Жақсы қабылдайық. Қою сары да, батпағы жасыл, сосын таза жасыл, қою жасыл, көк болып сөйтіп түстік сфера кете берді. Мұғалімдерге қарап айтамыз. Не құрастырдың? Енді мынау пропорция. Мына заттардың түсінбедім дейсің ба? қосу, азайту, балаларды, жап-жасыл шөптерді, теректерді, суларды, тауларды. Тақырып берсем, елге тапсырмада беріп жүріп, осыған дейін де орындап бересіздер. Жазық айынан сюжет композициялық орталық тақырыбындағы ашық сабағымызға жақсы жоқ, соған екеуіне бағалай бермеш.